Ең алдымен піскен күрішті осылай ситаның көмегімен езіп аламыз. Енді осы езілген күрішімізге 1 чайный ложка крахмал, 2 чайный ложка кефир, енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы маскамызды бетімізге жақсылап жағып шығамыз. Бұл масканы бірден жаққаннан кейін эффект сразу байқалады, беттеріңіз ағарып, жұмсаратын болады. Бұны корейский маска деп атайды, безеуге де жақсы көмегін тигізеді. Енді осыны 30 минут ұстаймыз. Уақыт болды, енді бетімізді жылы сумен жуамыз. Беттеріңіздің бірден жұмсарып, ағарғанын байқайтын боласыздар.